Ертеде Ну орманның шетінде төрт көз атты кішкентай тасбақа өмір сүріпті. Төрт көз өте баяу қимылдайтын, бірақ көңілі өте кең, ақылды бала екен. Бірде орман тұрғындарының арасында, орманның ең биік шыңында жүрек қалауы деген сиқырлы алма ағашы өседі екен. Кім сол алманы бірінші жесе, сол әлемдегі ең жылдам аңға айналады деген қауесет тарайды. Жарыс басталды. Мұны естіген қоян мен қасқыр бірден алға ұмтылды. Қоян, мен бәрібір бірінші барамын. Мені ешкім қуып жете алмайды, деп мақтанды. Қасқыр, менің аяғым ұзын, алма менікі болады, деп ырылдады. Төрткөз де жолға шықты. Бірақ ол асықпады. Жолда ол жылап отырған көбелекті көрді. Көбелектің қанаты тікенге ілініп қалыпты. Қоян мен қасқыр оған қарамай, қасынан зу етіп өте шыққан еді. Ал төрткөз тоқтап, көбелекке көмектесті. Сәлден соң ол шөлдеп жатқан кірпіні кездестірді. Өзінің азғантай суын сонымен бөлісті. Шыңға жету. Қоян жолдың жартысына келгенде, бәрібір озамын ғой, деп ұйықтап қалды. Қасқыр болса, жолды қысқартамын деп, батпаққа батып, шыға алмай әуре болды. Төрткөз болса, бір қалыпты жүріспен кеш баташының басына жетті. Ол жерде расымен де алтын түсті сиқырлы алма өсіп тұр екен. Жанында орманның қариясы Дана үкі отыр. Сен бірінші келдің, Төрткөз. Мұна алманы жеде, ең жылдам аңға айнал, деді үкі. Төрткөз алмаға қарап тұрып былай деді. Білесіз бе, мен жолда келе жатып көп нәрсені түсіндім. Мен баяу жүргендіктен көмекке мұқтаж жандарды көрдім. Табиғаттың сұлулығын тамашаладым. Егер мен тым жылдам болсам, мұның бәрін байқамас едім. Маған жылдамдық емес, мейірімді жүрек маңыздырақ. Төрткөз алманы жемеді. Оны достарына сыйлауды ұйғарды. Сол сәтте алма жарқырап кетіп, төрткөздің үстіне нұр төгілді. Ол жылдам болмаса да, бүкіл орманның ең сыйлы, ең бақытты тұрғынына айналды. Тиын. Нағыз жеңіс жылдамдықта емес, табандылық пен мейірімділікте. Ертегінің соңы.